Сәлеметсіздер ме, құрметті дәрігер жолдастар, болашақ әріптестер. Менің есімім дәрігер Данияр Асқарұлы, терапевтпін. Бүгін сіздермен үшінші курстардың гос экзаменіне арналған тесттерді талқылайтын боламыз. Мен кіммін? Мен дәрігермін. 6 жылдан бері осылай гос экзамендерге дайындаймын. Жалпы медик студенттерге ұстазбын. Өзім асфеньярды бітірдім. Сирус медициналық мектебінің директорымын, негізін салушымын. Сапа білім орталығы негізін салушы директорымын. 2021 жылы Турция мемлекетінде Эрдем ауруханасында оқып қайттым. Мынау менің инстаграмдарым, тиктоктарым, осы жақтан жазылып болсаңыздар болады. Бұл жақта әртүрлі керекті контенттерді және гос экзаменге байланысты ақпараттарды салып отыратын боламын. 2501 нұсқа, үшінші курстарға арналған гос экзаменнің пробный нұсқалары. Жалпы сіздерге айтайын, по секрету айтайын. Короче, нұсқалар ертең сіздерге 80-90% келеді. Сол себептен де конкретно кеттік. Бірінші сұрақ. Апоптоз кезінде митохондриядан қандай негізгі проапоптотикалық факторлар шығады? Бұл жерде енді жауап цитохром С. Енді біз тест талдаған кезде бірден жауабын айтып қана кетпейміз. Бұны полностью разбор жасаймыз. Не үшін олай? Және тақырыпқа байланысты басқа да сұрақтар талқылап өтуіміз мүмкін. Бірінші, проапоптотикалық фактор дегенді талқылайық. Проапоптотикалық фактор бұл жасушада апоптозы іске қосатын молекулаларды айтамыз. Оларға BCL2 family, цитохром С, APAF1, каспаза ферменттері жатады екен. Негізінен апоптоздың өзі үш кезеңнен тұрады. Бірінші сигналдық кезең болады, екінші эффекторлық кезең, үшінші деградациялық кезең. Сигналдық кезеңде жасуша апоптозды жүргіз деген сигналды алады сырттан. Екінші эффекторлық кезеңде жасуша ойбай мен апоптозды жүргізуге шешім қабылдадым деп шешім қабылдайды. Үшінші деградациялық кезеңде жасуша өз-өзін апоптозға ұшыратып жойылып кетеді, жоқ болып кетеді былайша айтқанда. Кейін оның қалдықтарын макрофагтар фагоцитозда жоғалтып жібереді. Жалпы міне апоптоздың схемасы. Мына схеманы сіздер ешбір жерден таппайсыздар, себебі мен өзім қолмен сызып шықтым. Мына жасушаның сыртындағы рецептор, ол сигналды қабылдайды осылайынан. Бұл сигнал не? Апоптозды жүргіз деген сигнал. Сөйтіп каспаза 8 деген фактор, проапоптотикалық фактор тоже. Осы активтенеді. Кейін митохондриядан бізде AIF проапоптотикалық фактор және де цитохром С деген проапоптотикалық фактор митохондриядан шығады. Біздің сұрағымызда сондай болды бағана. Апоптоз кезінде митохондриядан шығатын факторды айт деді. Біз айтып жатырық, мына жерден AIF факторын таппай жатырмыз, болғандықтан тек қана цитохром С бар екен. Егер де AIF-ті беріп қойса, цитохромды бермейді, демек соны белгілейсіздер. Ал бұл жерде жауап цитохром С. Жақсы. Енді ары қарай талқылайық, себебі мына цитохром С-ны сұрап жатқан болса, қалған проапоптотикалық факторларды сұрайды деген сөз. Жақсы. Цитохром С прокаспаза 9 бенен APAF1 проапоптотикалық факторларын қосып, одан каспаза 9-ды шығарады. Каспаза 9, каспаза мына бағанағы каспаза 8, каспаза 9 екеуі бірігіп каспаза 3-ті активтендіреді. Каспаза 3-іміз каспаза 6, 7-ні активтендіреді. Жалпы каспаза деп не үшін айтып кеттік? Себебі естеріңізде сақтаңыздар, каспаза апоптозды жүргізетін ең негізгі фермент. Жақсы? Бірақ каспаза өзінің билігін асыра сілтеп пайдаланбау үшін кез келген уақытта апоптозды жүргізе бермеу үшін оларды тежейтін полицейскийлер бар, ол бізде AIP ингибиторлар деп аталады. Бұлар каспазаларды тежейтін факторлар. Тоже осылай сұрақта келуі мүмкін. Жалпы апоптоздың негізгі патогенезі былай болады. Сигнал келеді, каспазалар оянады, каспаза ядролық нысанды оятады. Ядролық нысандарды мына жерден көріп алсаңыздар болады. Одан кейін ДНК протеин киназ активтенеді. ДНК протеин киназ активтенген кезде P53 биологы активтенеді. P53 биологы тағы айтайын сіздерге, бұл апоптозды жүргізетін ең негізгі биологтардың бірі. Ұмытпаңыздар. Сөйтіп артынша апоптоз жүреді. Жақсы? Сонымен жауабымызды нақтылады. Екінші сұрақ. Клеткада, енді жасушада реттеуші рөл атқаратын P53 ақуызы қандай жағдайда белсендіріледі дейді.
яғни апоптоз қай кезде жүреді дегенді айтып жатыр ғой бізге. Ол бізде ДНК зақымданған кезде жүреді. Жақсы. Мына жерде кілт сөз деп жазып қойыппын. Бірінші кілт сөзімізді айтайық. Бірінші кілт сөзіміз еңбек. Так, үшінші. Қай органоид ақуыздардың посттрансляциялық модификациясына жауап береді дейді. Қай органоид? Бұл жерде бізде Golgi аппараты. Енді сұрақ талдайық. Жалпы негізінен Golgi аппараты сол посттрансляциялық модификацияға жауап беретін негізгі органоид. Жалпы посттрансляциялық модификация деп отырғанымыз бұл белоктарға жаңа бір функционалдық топты қосу. Сөйтіп басқа нәрсе шығару. Мысал үшін қараңдар. Мынау белок болсын, да, допустим. Мынау белок, да? Бұл рибосомада синтезделіп шықты. Кейін оған мен көмірсу тобын қосам. Көмірсу тобын қосам бүйтіп, қостым. Не пайда болды? Белок плюс көмірсу, гликопротеин пайда болды. Көрдіңіз бе? Осы жаңа модификацияны жүзеге асыратын Golgi аппараты. Жақсы? Және де Golgi аппараттың тағы бір жақсы схемасы бар, ол бізде протеолиз процесін жүргізеді. Яғни белсенді емес белоктарды белсенді күйге айналдырады. Мысалы үшін инсулин. Инсулин бұрын проинсулин кезінде Golgiға келеді, Golgi оны инсулинге айналдырып береді, проинсулинді. Жақсы? Төртінші, тромбоциттер агрегациясын тежейтін негізгі молекула қандай? Ол бізде простациклин. Простациклин. Жалпы не үшін олай? Простациклин ол бізде жалпы осы антиагреганттық қасиеті бар, вазодиляцияға әсер ететін молекула болып табылады. Бірақ мынау не үшін тромбоксан А2 деген жауаптарды алмаймыз, соларды талқылап өтейік. Жақсы? Жалпы тромбоксан А2 деп отырғанымыз, мынау бізде жасушаның мембранасы. Яғни жасушаның мембранасы фосфолипидті қабаттан тұрады. Осы жердегі фосфолипидті қабаттардан фосфолипаза А2 ферменті арқылы одан арахидон қышқылы түзіледі. Арахидон қышқылына ЦОК1, яғни циклооксигеназа 1, циклооксигеназа 2 деген ферменттер әсер ету арқылы одан простагландин H2 түзіледі. Простагландин H2 ол бізде медиатор болып табылады. Одан тромбоксан А2 медиаторы синтезделеді. Ал тромбоксан А2 медиаторы ол бізде тромбоциттердің агрегациясын шақыртады. Демек, біздің мына сұрағымызға қарама-қайшы келетін нәрсе екен. Бізге агрегацияны болдырмайтын нәрсе керек. Ал бізде тромбоксан А2 тромбоциттердің агрегациясын болдырады екен. Жақсы? Демек, тромбоксан А2 қанды ұюға әсер етеді. Ал бізге сұрап тұрған нәрсе қанды сұйылтатын нәрсе дейді. Қанды сұйылтатын нәрсе бұл жерде простациклин. Жақсы? Жалпы тромб қалай түзіледі? Қан қалай ұйыды деген нәрсені қысқада нұсқа сіздерге талдап көрсетейін. Жалпы бізде протромбин дейтін нәрсе болады. Қан ұю кезінде, мысалы үшін, қан тамырының қабырғасы жарақаттанады. Қан тамырының қабырғасы жарақаттанған кезде протромбин тромбинге айналады. Түсінікті? Кейін фибриноген, біздің қанымызда бар фибриноген деген белок, осы түзілген тромбинмен қосылады да, одан фибрин түзіледі. Фибрин жарақаттанған қан тамырының қабырғасын барып бітейді. Ол бізде белый тромб деп аталады. Ақ тромб. Кейін оған эритроциттер келіп жабысады, сөйтіп тор түзеді бүйтіп. Бәрі сөйтіп эритроцит қосылып, одан красный тромб пайда болады. Біздің анау қолымызды кесіп кеткен кездегі пайда болатын тромб, ол бізде қызыл ғой. Бастап кезде бірақ ол ақ болады екен. Жақсы, осы схеманы ұмытып қалмаңыздар. Сол себептен де мына жердегі жауаптарды біз фибриноген, тромбин деген нәрселерді алмайтындығымыз осы себептен. Серотонин деген вообще ол басқа гормонымыз немесе амин қышқыл деп айтады. Кеттік, 5-ші сұрақ. Созымалы миелоидты лейкоз кезінде қандай мутация жиі кездеседі? Бұл бізде Филадельфия транслокациясы жиі кездеседі. Жалпы транслокация деп отырғанымыз білесіздер, бір хромосоманың басқа бір хромосомамен айналып алмасып кетуін айтамыз да. Ал созымалы миелоидты лейкоз дегеніміз не? Соны білуіміз керек бірінші. Миелоидты лейкоз деген бұл, қараңыздар, жалпы діңгек жасушалар дейміз, осылардың екі қатары болады да. Миелоидты қатар және лимфоидты қатар. Миелоидты қатардан бізде тромбоциттер, эритроциттер және де мынау базофил, нейтрофил, эозинофилдеріміз түзіледі екен. Ал бізде лимфоидты қатардан Т лимфоциттер мен Б лимфоциттер түзіледі. Жақсы? Егер де осына миелоидты қатардың жасушалары шектен тыс көбейіп кетсе, именно қара, миелоидты лейкоз дейді. Демек, миелоидты қатардағы мынау лейкоциттеріміздің саны көбейіп кететін болса, шектен тыс, оны біз миелоидты лейкоз деп атаймыз. Жақсы? Осындай бір өте бір ауыр ауру, да, лейкоз деген. Осы кезде, лейкоз кезінде 9-шы және 22-ші хромосомалар бір-бірімен ауысып кетеді. Оларды, ол 9-шы хромосомада АБЛ,
22-ші хромосомда БЦР дейтін гендер болады. Осы екеуі бір-біріне ауысады да, осы екеуінің ауысуының нәтижесінде Филадельфия хромосомасы түзіледі. Филадельфия дегенді қалай жаттап аламыз? Мына Филадельфия дейтін сушидің түрі бар. Мына Филадельфия да. Ораза кезінде қарындарыңыз одан сайын аштырдым ба? Так, қараңыздар. Осы Филадельфия мутациясы дейді. Түсінікті? Жалпы осы ұмытып қалмаңыздар. Милоидты лейкоз кезінде Филадельфия транслокациясы болады. Кеттік. Гемофилия А-да қандай коагуляция факторы жетіспейді? Яғни бізде қан ұю факторлар бар ғой да. Сол қан ұю факторларының қайсы жетіспегенде гемофилия А ауруы туындайды дейді бізде. Жақсы? Гемофилия А бізде 8-ші фактор жетіспегенде туындайды. Одан кейін гемофилияның Б дейтін түрі бар. Ол бізде 9-ші қан ұю фактор жетіспегенде туындайды. Және де бізде жаңағы 5-ші қан ұю факторы жетіспегенде Ослердің ауруы пайда болады. Жақсы? Кеттік. 7-ші сұрақ. Серотониннің жетіспеушілігімен байланысты психикалық бұзылыс қандай дейді? Серотонин бізде бақыт гормоны, оның жетіспеуі депрессияға әкеліп соқтырады. Орталық жүйке жүйесіндегі дофамин деңгейінің жоғарылауы қандай психикалық бұзылуға келеді? Дофамин деңгейінің жоғарылауы бізде шизофренияға әкеліп соқтырады. Мына жердегі нақты анықтамаларды оқысаңыздар болады. Шизофрения не екенін білесіздер ғой да? Біздің лекцияларымыздан білсеңіздер болады егер. Биомедициналық этиканың 4 қағидасы. Қараңыздар, мына сұрақтар датауы анау сіздерге берді ғой, нелер. Қай тақырыптардан келеді, қанша сұрақ келеді деген нәрсе солмен құрастырылған ғой. Қарап отырсаңыздар. Міне уже так, психиатрияға байланысты қандай сұрақ келді? 2 сұрақ келіп тұр. Психиатрияға байланысты 2 сұрақ келіп тұр. Биомедицина этикаға байланысты 2 сұрақ келіп тұр. Ары қарай уже қан тамыры басталып кетіп жатыр. Көрдіңіз бе? 2 сұрақ этикадан келіп тұр міне. Биомедициналық этиканың 4 қағидасы дейді. Жалпы биоэтиканың 4 қағидасы болады. Бірінші әділеттілік, екінші автономия, яғни пациент өзі шешім қабылдай алады. Мен емделем ба, емделмеймін ба деген. Және зиян келтірмеуіміз керек пациентке. Және де төртінші бенефициарлық дейді. Бенефициарлық деген бұл әрдайым дәрігер пациенттің игілігі үшін жұмыс жасау керек. Сонымен биоэтиканың 4 қағидасы бұл жерде мынаның барлығы дұрыс деген вариантты қабылдаймыз. Себебі мына жерде барлығы сәйкес келіп тұр. Дәрігердің пациентті емдеуден бас тарту құқығы қай жағдайда заңды болып саналады дейді. Так, пациенттің өтініші емнің тиімділігі дәлелденбесе. Атеросклероздың уже қан тамыры басталып кетті. Атеросклероздың бастауына әсер ететін негізгі фактор. Ол бізде гомоцистeinнің артуы. Гомоцистеин бізде құрамында күкірті бар, амин қышқылы. Оның жоғарылауы атеросклероздың дамуына әкеліп соқтырады. Атеросклероздың жоғарылауы ол бізде миокард инфарктісінің немесе инсульттің себебі болып табылады. Жақсы. Варфарин қандай механизм арқылы жұмыс істейді дейді. Варфарин негізінен К дәруменіне тәуелді коагуляция факторларын тежейді. Варфарин, гепарин деген нәрселердің барлығы ол бізде антикоагулянттар болып табылады. Жалпы тромбқа қарсы заттар, ол жерде фармакологияны түсіндіріп өтейін, 3 негізгі топқа бөлінеді. Мынаны сіздерге кітапта жаза бермейді осылай жіктеп. Әр жерге шашыратып тастайды, мен сіздерге жүйелеп көрсетіп жатырмын. Тромбқа қарсы заттар антикоагулянттар, антиагреганттар және тромболитиктер болып жіктеледі. Антикоагулянттарға гепарин, варфарин жатады. Бұлар қан ұю факторларын тежеп, қанды сұйылтады. Антиагреганттар бұларға аспирин, клопидогрел деген дәрілер жатады кең таралғанда. Олар тромбоциттің сыртындағы рецепторларды тежеп, тромбоциттердің бір-біріне жабысып қалуын болдырмай, сөйтіп қанды сұйылтады. Тромболитиктер деген уже түзіліп қойған тромбтарды ертетін дәрілер. Олар алтеплаза деген дәрілер жатады. Мұны антикоагулянттар мен антиагреганттар екеуі тромбтың түзілуін, яғни қанның ұюын алдын алатын болса, мынау уже түзіліп қойған тромбқа қарсы зат. Так, кеттік. 13-ші сұрақ. Митральды стеноз кезінде жүрек тондары қалай өзгереді дейді. Енді қараңыздар, бұған байланысты мен сіздерге күшті бір лайфқа қайтамын. Қараңыздар, бізде жүректің аускультациясының нүктелері бар, да? Мысалы үшін митральды клапанды, мынау қараңыздар, оң жақ жүрекшемен, сол жақ жүрекшемен сол жақ қарыншаның ортасында митральды клапан болады. Оң жақ жүрекшемен оң жақ қарыншаның ортасында 3 жармалық клапан болады. Мынау өкпе сабауында жартай тәрізді клапандар болады, және де аортада тоже жартай тәрізді клапан болады. Жақсы. Митральды клапан ол бізде жүрек ұшының түрткісінен естіледі да дыбыс. Аорталы клапан екінші қабырға аралық оң жақтан естіледі. Тыңдаймыз да. Енді қараңыздар, сіздерге күшті лайфқа айтайын. Егер жүректің ұшын тыңдаған кезіңізде, жүректің ұшын, яғни митральды клапанды тыңдап жатсыз да,
жүрек шуын тыңдаған кезде егер систолық шу еститін болсаңыз, онда ол митральды клапанның жеткіліксіздігі деген сөз. Яғни митральды клапан дұрыс жабылмай қалып жатыр деген сөз. Сөйтіп, тағы бір лайфхак, ол кезде еще бірінші тон әлсіреп естіледі. Екінші, жүрек ұшында диастолық шу естілетін болсаңыз, ол митральды клапанның стенозы дегенді білдіреді. Ол кезде бірінші тон күшейеді. Және екінші қабырға аралықтан систолық шу, яғни аорта клапанынан ғой енді. Сол кезде тыңдаған кезіңізде систолық шу естісеңіз, аорта клапанның стенозы, ол кезде екінші тон әлсірейді. Және диастолық шуда аорта клапанның жеткіліксіздігі болады. Мынау схеманы мен өзім жасап шықтым. Өте керемет лайфхак бұл. Пайдаланыңыздар, жақсы. Енді мына сұраққа жауап берейік, кеттік. Митральды стеноз кезінде жүрек тондары қалай өзгереді дейді. Кеттік, қарайық. Митральды стеноз. Міне митральды стеноз кезінде диастолық шу естіледі және бірінші тон күшейеді дейді. Қарайық. Бірінші тон күшейеді және диастолық А деген жауапты береміз. Мына сұрақ. Екінші қабырға аралығында оң жақта диастолық шу естіледі дейді. Екінші қабырға аралықта оң жақта диастолық шу, ол бізде аорта клапанның жеткіліксіздігі дейді, екінші тон күшейеді. Міне аорталық жеткіліксіздік дегенді жауапты бересіздер. Жақсы. Жүрек жеткіліксіздігінің негізгі клиникалық белгісі қандай? Әрине, жүрек жеткіліксіздігі кезінде науқасымыз классификациясы бойынша қарасаңыздар, ентігеді всегда. Мынау ортопное жағдай дейді, осылай отырады, науқас отырып алады да, алға қарай еңкейіп, қолын осылай деп демаламай отырады. Оны ентігу белгісі, ортопное жағдай дейді, немесе диспноя дейді. Жүрек жеткіліксіздігінің негізгі белгісі осы. Жақсы. Енді сіздерге қысқадан нұсқа сіздерге айтайын. Госэкзаменге байланысты ақпараттар. Госэкзамен шынымен де қорқынышты ма? Жалпы негізінен бұл бірінші рет енгізілді, және де атауы да айтып тұр госэкзамен деп. Яғни ол бізде мемлекеттік емтихан. Мемлекеттік емтихан болғаннан кейін мемлекеттік емтихандардың барлығы қорқынышты. Себебі мемлекеттік емтихандар бұрын тек диплом алу үшін ғана қорғалатын еді. Диплом алу үшін. Осы жерде мен екінші кілт сөзімді айтайын. Екінші кілт сөзіміз талап. Жақсы. Диплом алу үшін ғана қорғалатын еді. 5-ші және 7-ші курстарда, қазір 3-ші курстарда да қосып қойды. Сол себептен бұл өте шынымен де қорқынышты жағдай. Егер де сіз университетте қалғыңыз келетін болса деген әңгіме ғой. Жалпы 2022 жылы 4 июльде Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрінің бұйрығы бар. Жалпы бұл жерде осы мемлекеттік емтихандар туралы айтылған, госэкзамендер туралы. Негізінен госэкзаменнен егерде құлайтын болсаңыз, перекурсқа қаласыз, яғни 3-ші курсты басынан бастап оқисыз. Бүкілі 4-ші курсқа өтіп жатқан кезде сіз 3-ші курсты басынан бастап оқисыз, артыңыздан келе жатқан щеголдармен бірге. Бір жылдық уақытыңды жоғалтасың деген сөз. Екінші нәрсе, еще платный оқуың мүмкін, гранттан айырылып. Екінші нәрсе бар, отчисление деген нәрсе. Сенде екінші вариант болады, ол бізде отчисление. Немесе университеттен бұл позорға мен шыдамаймын, өзімнен бір жас щеголдармен қайта оқымаймын деп шығып кетсең болады университеттен, отчисление. Немесе университеттің өзі шығарады сенде, леталарың көп болатын болса. Сол себептен де бұл шынымен де серьезно қарайтын нәрсе. Қорқытып жатқаным емес, барды бар, как она есть айтып жатырмыз. Жақсы. Сол себептен де жақсылап дайындалыңыздар. Енді бірақ осындай кезде көбісі осындай суетаны пайдаланып, студенттерге курстарын қымбат сатып жатады және сапасыз дүние береді. Сапасыз дүние береді. Менің ойымша, бұндай кезде қайта поддержка жасау керек. Анау кезінде қант дефицит болған кезде қант, анау маңның барлығы қанттың бағасын көтеріп, саудагерлер білгенін істеп кетті ғой. Бұл жалпы біздің дінімізге қарама-қайшы нәрсе. Сол себептен де қайта бұндай кезде студенттерге поддержка жасап, көмектесіп, арзан бағаға беріп, үйретіп, тіпті тегін үйретіп та талдап, осылай көмектесу керек негізінен, поддержка жасау. Және сапалы дүниелер беру керек әрине. Жалпы біздің Сириус медициналық мектебі әрдайым студенттерден сұрасаңыздар болады, қаншама шәкірттеріміз бар осы кезге дейін. Ыңғайлы арзан бағаға всегда береміз біз. Және сапалы дүниелер береміз. Біздің курстарымыздың отзывтарын мына жерде мен инстаграмға кіріп, отзыв деген жерден актуальный историясына көрсеңіздер болады. Мына нүкте болып тұрған отзывтарды көрсеңіздер болады. Жалпы біздің осы именно 3-ші курстардың госэкзаменіне арналған пакетіміз бар. Соны тыңдасаңыздар, пакетте өте сіздерге пайдалы болатын нәрселеріміз бар. Және 3-ші кілт сөзді қазір айтамын. Мынау соңғы баға емес, соңына дейін тыңдаңыздар. Бірінші біздің пакетімізде лекциялар болады. Мына сіздерге берді ғой тақырыптардың тізімінде. Сол именно тәуелсіз ұлттық тестілеу орталығы берген тақырыптар бойынша артық ақпарат болмайды. Четко и ясно, сіздің уақытыңызды алмаймыз да. Тәжірибесі мол біздің профессорларымыз бар, сол кісілер бар. Мен бармын да, басқа да командада бірнеше адамдарымыз бар. Сол кісілер жақсылап сіздерге түсіндіріп беретін болады. Жалпы түсіндірудің хас шеберлері түсіндіреді сіздерге. Четко и ясно. Біздің арнайы мектебіміздің өзіміздің платформасы бар. Ана телеграмда, ватсапта өтетін халям-балям курс емес бұл. Конкретно, серьезный, өзіміздің арендаға алып отқан платформамыз бар, ыңғайлы.
жеке өзіңізге арналған личный кабинетіңіз болады, өзіңіздің курстарыңыз болады, солай кіресіздер. Лекцияларыңыздың бағасы 30 мың теңге тұрады. Бұл бастан аяқта. Одан кейін тестке разбор жасаймыз. Осындай тесттерге разбор жасаймыз. Жалпы тәуелсіз ұлттық тестілеу орталығында берген тесттер бойынша, пробный слифтері бойынша жауабын ғана айтып қоймаймыз, конкретно талдап, және соған байланысты тағы да қандай сұрақтар келуі мүмкін, барлығын түсіндіріп өтеміз. Дәл осылай бүгін қалай талдадық, солай талдап отырамыз. Енді менің коммуникациям көп адамдармен болғаннан кейін, жалпы сол жақта жұмыс жасайтын адамдармен де байланысып отырмыз. Малейший бір кішкентай тесттер шықпаса, уже сразу маған жібереді, мен сіздермен сразу сол студенттермен талдаймыз. Және де пробный тапсыра аласыз, бұл эксклюзив бізде. Конкретно бізде осы ұлттық, осы тәуелсіз госэкзаменде келетін 70-80%-ке дейін келетін тесттер бойынша пробный тапсыра аласыз. Аптасына бір рет, онлайн. Және біз кері байланыс береміз. Кері байланысымыз тікелей эфир болады, аптасына бір рет, немесе біздің WhatsApp чатымыз болады, сол жақта кері байланыс береміз. Жалпы лекцияларға 6 ай доступ болады. Не үшін 6 ай? Ойбай 3 айдан кейін госэкзамен бітеді ғой деген сияқты әңгімелер айтулары мүмкін. Кейбір студенттер перезачаға қалып жатса деген әңгіме, бірақ Құдай сақтасын, осы кезге дейін біздің почти 95-99% жағдайда біздің студенттеріміз перезачаға қалып көрмеген, летаға қалып көрмеген. Ондай нәрсе бізде болмаған. Сол себептен де мен айтам, 4-ші курсқа сіздерге жазда қайталау үшін. Алған 2 айда жазда сіздер оқисыздар, курсқа доступ болып тұрады. Жалпы барлығын қосқан кезде 50 мың теңге ақшаны құрайды. Біздің клиенттеріміз студенттер болғаннан кейін олардың біз қалтасына қараймыз, біз жегді осындай жеңілдіктер береміз. Қазіргі біздің жеңілдігіміз 35 мың теңге болып тұр. Және де мен басында айттым, студенттерге арзан және сапалы болатын ұсыныс жасаймын деп. Жасадым ба? Қалай ойлайсыздар? 35 мың теңге студенттерге 6 айға қалай қалтасына ауыр тимей ме? Курстың сапасы четко енді. Оған гарантия бар. Өкінішке орай әлі жасамаппын. Маған өкінішке орай, сіздерге қуанышқа орай, ең соңғы жеңілдігім ол бізде 19.990 теңге. Күлкілі баға. Бұл неткен батқан құйрық деп ойлап отқан шығарсыздар. Бүкіл лекциялар, тестке разборлар, пробный тапсырасыздар, кері байланыс лекцияларға 6 ай доступ, осының бәрі 19.990 теңгеге беріп жатырмыз. Бірақ бұл мынандай реакция көрсетулеріңіз мүмкін. What деп, немене болып кетті деп, Джеки Чан сияқты болуларыңыз мүмкін. Бірақ әлі ерте бұндай реакция көрсетуге, себебі бұл баттан құйрық емес, тек алғашқы 25 студентке ғана. 25 студентке ғана осы баға, 25 студенттен кейін мына баға қайтадан келеді. Жұрттар әшейін лекциясының өзін 100 мың, 150 мың, 200 мың теңге ғана сатып атса, бізде тестке разбор, пробный, кері байланыс 6 ай доступтың барлығын біз 19.990 теңгеге беріп жатыр. Бұл енді вообще супер баға ғой, супер баға. Жалпы негізінен госэкзаменнен аман-есен өтіп кетемін, отчислениеге қалмаймын дейтін болсаңыздар, пожалуйста, алғашқы 25 студенттің қатарына ілініп үлгеріңіздер. Бұл бүкіл Қазақстан бойынша бүкіл студенттер болғандықтан 4-5 3-ші курс студенті бар. 25 студент деген өте аз орын. Сол себептен де тез мына нөмірге, реквизитке қатыссаңыздар болады. Ең бірінші осындай пробныйларды бірінші болып бізден талдайсыздар. Және пробный тапсыра аласыз, және сабақтарды көре аласыздар. Өте ыңғайлы, қалаған уақытыңызда платформадан көре аласыздар. Мынау біздің Каспийдегі реквизитіміз Амина И деп шығады. Осыған төлемді жасағаннан кейін астындағы менеджердің нөмірі бар, сол жаққа жібересіздер. Мен осында төлем жасадым деп айтасыздар. Жақсы? Менеджер арқылы сізге инструкцияны береді, түсіндіреді, платформаға қосады сіздерді. Қайталап айтам, біздің курстарымыз байлам курстар емес, Telegram, WhatsAppта өткізілетін. Біздің арнайы жеке платформамыз бар, серьезный медициналық мектеп біз. Біздің курстарымызда мұғалімдеріміз де серьезный адамдар, профессорлар. Сол себептен де сапа жағынан уайымдамаңыздар. Және де біздерге қатысу арқылы осындай ұлттық тестілеу орталығының берген тест, енді шығатын тесттерді бірінші болып бізден аласыздар ғой. Сол себептен де пожалуйста, қатысыңдар. Тек алғашқы 25 студентке. Мынау біздің акциямызға үлгеріңіздер. Жалпы негізін біздің басты мақсатымыз, миссиямыз біз сөнген үміт шырағын қайта жағу студенттердің, медик студенттердің өмірін жеңілдету негізінде. Бұл біздің негізгі миссиямыз. Сол себептен де өмірлеріңізді жеңілдетем, смело өтіп кетем дейтін болсаңыздар, пожалуйста. Жақсы. Және де осы тұрғыда 3-ші кілт сөзімді айтамын. Ол 3-ші кілт сөзіміз бізде нәтиже. Жақсы. Сіздермен болған дәрігер Данияр Асқарұлы және Сирус медициналық мектебі. Бай-бай, барлықтарыңызға сау болыңыздар.